Сәлеметсіздер ме? 6-шы сұрақтары. Бірінші сұрақ. Қазақ ханның құрылуына алғы шарттары. 1457-59 жылдары қазақтар қолдаған Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр ханнан алыста Моғолстанның шекаралық аймақтарына көшеді. Көшіп кеткендер Шу алқабы және Қорайдағы Қозыбасы деген жерге көшіп кетеді. Қалмақтардан жеңілген Әбілқайыр хан мемлекетті басқаруды қалпына келтіру үшін жаңа қосымша салықтар, міндеттемелер жариялайды. Бұған наразы болған халықтар Керей мен Жәнібектің қол астына кетеді. Керей мен Жәнібек сұлтандар өздерінің батыл қимылмен қазақ хандығының құрылуына және қазақ халқының бірігуіне тездетеді. Сөйтіп Керей мен Жәнібек қарамағындағы халықтар өзбек қазақ және қазақтар деп аталады. Керей мен Жәнібек сұлтандар Есенбұға хан әуелі өзінің қол астына көшіп келген билеушілер ретінде танылғысы келеді. Бірақ көшіп келушілердің көптігі және олардың жетісу қазақтармен ынтымағы жаңадан құрылған саяси ортаны тез арада тәуелсіз бірлікке айналдырады. Хандыққа Керей мен Жәнібек хан сайланады. Қазақ хандығының жариялану жылын ортағасырлық тарихшы Дулати 1465 жыл, хижра бойынша 870 жыл деп көрсеткен. Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының тарихындағы аса маңызды белестердің бірі. Небәрі 10 жылдың көлемінде 1459-70 жылдар аралығында қазақтар Орта Азия елді біріктіре алған қуатты ұлттық мемлекетті құрды. Қазақ хандары және қазақ хандығының территориясы қалыптасуы. Біріншісі Керей хан, қазақтың алғашқы ханы, 1465-74 жылдары билік еткен. Жошы ханның ұлы, Тоқай Темірден тарайды. Ақ-Орда ханы ұрыстың шөбересі. 1465 жылдары шамасында Жәнібек ханмен бірге көшпелі өзбек мемлекетін бөлініп, Моғолстан шегінде Шу мен Талас өзендерінің арасында қазақ хандығын құрған. 1468-69 жылдарда көшпелі өзбек мемлекетінің билеушісі Әбілқайыр хан қазақ хандығына қарсы жорықта қаза табады. Әбілқайыр хан өлгеннен кейін ұрпақтар арасында болған таққа талас елдің берекесін кетіріп, біраз ел Керей ханның ордасына көшеді. Сөйтіп Керей хан мен Жәнібек ханның қарамағындағы елдің саны 200 мыңға жетеді. Керей хан туралы соңғы дерек 1472-73 жылдарда Сұлтан Борыш оғланның Моғолстан ханы Жүністің ордасына шабуыл кезінде кездеседі. Соған қарағанда Керей хан дүниеден өткен жылы 1474 жылдар шамасында деп алынған. Артынан қалған көптеген ұлдары болған, бірақ тарихта тек Бұрындық, Қожа Мұхаммед, Сұлтанали деген 3 ұлының аты ғана қалған. Бұлардың ішінде Бұрындық қана хан тағына отырады. Қазақ тарихында Жәнібек хан қазақ хандығының құрылу үрдісіне толық қатысып, басшылық еткен тарихи тұлға. 1469 жылға дейін қазақ хандығының халқы Әбілқайыр ханның қарсыластарының есебінен өседі. 1463 жылы Әбілқайыр хан қайтыс болған соң көшпелі өзбектер мемлекетіне Сібірден Ибақ хан, Алтын Ордадан Ахмет хан, Ноғай ордасынан Мұса мен Жаңбыршы билер, Хорезмнан Береке сұлтан, ал қазақ хандығынан Жәнібек хан қарсы шығады. 1470 жылы Шайх Хайдар хан өлтірілген соң көшпелі өзбектер мемлекеті толығымен күйреп, Дешті Қыпшақтың басым бөлігінде Жәнібек хан басқарған қазақ хандығының билігі орнайды. Билік үшін күрес Жәнібек хан мен оның қазақ
қазақтардың бірігуімен қазақ хандығының құрылуына үлес қосты. 15 ғасырдың ортасында жетісу өңірін мекендеген түркі тайпалары бір этникалық топқа бірігіп қазақ халқын құрады. М, ә, оны оның тарихи деректерде соңғы рет 1473 жылдары кездеседі. Бұрындық хан тегі жошы ханның әулетінен шыққан, әкесі Керей хан қазақ хандығының алғашқы негізін қалаушылардың бірі. Билік құрған уақыты шамамен 1474-1511 жылдар. Керей хан қайтыс болғаннан кейін оның ұлы бұрындық хан тағына отырады. Бұл кезеңде қазақ хандығы жаңа құрылып, ішкі бірлігі әлі де толық қалыптаспаған еді. Бұрындық хан әкесінің ісін жалғастырып, мемлекетті күшейтуге тырысады. Бұрындық хан алғашқыда Мұхаммед Шайбани ханмен одақ құрған, кейін екеуінің арасында қатынастар нашарлап, соғыс басталады. Бұл соғыстарда Бұрындық ханның жанында Қасым Сұлтан болды. Ол кейін халық арасында өзінің беделін жинай түседі. Бұрындық ханның билігі әлсірей бастағанда көп ру тайпалар Қасымды қолдай бастады. Бұрындық хан шамамен 1511 жылдары хан тағын тастап, Самарқан өңіріне өзінің қызының қолына қоныс аударады. Сол жерде өзінің өмірінің соңын өткізді. Шамамен 1514 жылдары қайтыс болады Самарқанда. Келесі Қасым хан 1511-18 жылдары билік еткен. Жанбек ханның ұлы. Ол қазақ хандығының ең даңқты билеушілердің бірі, елдің күшеюі мен бірігуіне зор үлес қосқан. Қасым хан алғашында Бұрындық ханның тұсында сұлтан болып қызмет етті, бірақ оның беделі мен әскери қабілеті халық арасында жоғары болады. Көп ұзамай халық Бұрындықты емес, Қасымды қолдай бастайды. Сөйтіп Бұрындық Самарқанға көшеді, ал хан билігі Қасымның қолына түседі. Қасым ханның тұсында мемлекеттің аумағы кеңейеді. Солтүстікте Ұлытау мен Сарыарқаға дейін, батыста Жайық өзеніне дейін, шығыста Балқаш пен Жетісуға дейін, ал оңтүстікте Сырдария бойындағы қалаларға дейін созылады. Аумағы где-то 2 миллион километрден астам болды. Бұл Алтын Орда мен Ақ Орданың жерлері болып қалды. Қасым ханның қасқа жолы бұл қазақ хандығының алғашқы заңдар жинағы. Ол дала дәстүрі мен әдет-ғұрып ережелерін біріктіріп жүйеге келтірді. Ол заң жинағы 5 негізгі бөлімнен тұрды. Біріншісі мүлік заңы, екіншісі қылмыс заңы, әскери заң, елшілік заң, және тарихшылардың айтуынша Қасым хан тұсында қазақ халқының саны 1 миллионға жеткен. Бұл бұрынғы көрсеткіштерге қарағанда ең үлкен көрсеткіштердің бірі. Осы кезде қазақ хандығы халықаралық деңгейде мойындаған мемлекетке айналды. Қасым хан шамамен 1518 жылдары қайтыс болды. Кей деректерде 1521 жылдары қайтыс болды дейді. Өлген жері нақты белгісіз, бірақ кейбір деректерде Сарайшықта қайтыс болды дейді. Хақназар хан шамамен 1538-80 жылдары билік етті. Хақназар хан, кей деректерде оны Ақназар хан деп те атайды. Қазақ хандығының Жанбек ханның ұлы, Қасым ханның туған бауыры. Қасым хан қайтыс болған соң елде алауыздық пен ішкі соғыс
жиілей түседі. Э, э, Бірнеше жыл бойы халық бірнеше бөлікке бөлініп әлсірей бастайды. Сол кезде елді қайта біріктіріп күшейткен тұлға Хақназар хан болды. Хақназар хан көрші мемлекеттермен өте күрделі саяси қатынас жүргізді. Ол елін қорғау үшін кейде одақ, кейде соғыс жүргізді. Ноғай ордасымен қарым-қатынасы. Ноғай ордасы әлсірей бастағанда көптеген ноғай рулары қазақ хандығына қосылды. Осы арқылы қазақ хандығының саны мен күші артты. Сондықтан Хақназарды кейзелектерде қазақ халқын кеңейтуші хан деп атайды. Моғолстанмен қарым-қатынасы. Жетісу өңірінде Моғолстанмен шекаралас отырған қазақтармен бейбіт қатынас ұстады. Кейде Моғолстан ішіндегі саяси дағдарыстарды өз пайдасына пайдаланып отырды. Шайбани әулетімен Бұхар ханы Абдаллах II Хақназар ханмен кейде одақ құрып, кейде соғыс жүргізіп отырды. Олар арасындағы күрес Түркістан мен Сырдария бойында қалалар үшін болған. Кейін Хақназар Абдаллахпен одақтасып, елін оңтүстікте қауіптен қорғады. Хақназар хан тағы да Ресеймен алғашқы дипломатиялық байланыстар жалғастырды. Қасым хан дәуірінде басталған байланыс бұл кезеңде де дамыды. Ол Ресей патшасы Иван Грозныймен достық қатынас орнатып, елшілер алмасып отқан. 1580 жылы Бұхар хандығымен болған қақтығыстар кезінде Абдаллах хан опасыздықпен Хақназар ханды отбасымен бірге өлтірген. Келесі Шығай хан. Шығай хан 1580-1582 жылдар 2 жыл бойы билік еткен. Жәнібек ханның немересі, Қасым ханның ұлы.